Саған достар не болған? Мені кім мынау біреу ұрып лақтырып кеткен ба, не істеген? Так, достар, мен соңғы рет қаяқта қалып едім? Соңғы рет қай жерде жүргенім, не істеп жүргенім есімде жоқ. Айдаладан қалай тап болған? Мен деген кәм болмыз жоқ кеткенмін ғой, мынақта деген. Айдалада деген мен негізі, достар, қазір бірдеңе қылып такси ұстап тезірек үйіме қарай жетіп алмасам, үйіме қарай болмыз жоқ, үйіме қарай баратын сияқтымын. Түрімді қараңдар достар. Мен деген не істеп? Мынау қан ба? Жоқ, менің қаным емес қой мынау деген достар. Менің түрім қан болғанмен менің қаным емес. Мынау қойдың қаны ма? Мәссаған, мынау қойдың қаны ғой. Үстімде немене? Қойдың затының, қой мен сиырдың, вообще малдың қанының иісі шығып тұр ғой менің үстімнен. Қуады екен ғой достар. Мені ұрып кеткен ба десе, мен ұрмаған, просто қойдың иісі шығып тұр үстімнен, кәдімгі сасып бар ғой. Әйтеуір телефоным бар екен. Қазір достар бірдеңе қалып Каспий Голд'ын басып жіберейін. Каспий Голд'ында дым тиын жоқ. Братан, тоқташы, мен қалаға қарай апарып тасташы. Мен такси емеспін саған. Біліп отырмын, сонда апарып тасташы. Ақшаң бар ма? Ақшам жоқ енді. Саған телефоным бар. Жарайды, ендеше телефоныңды бер маған. Саған, братан, бір телефон сұрайсың ба? Қымбат емес па, слишком? Енді сен сияқты бомждар апару арзан емес қой. Ауда сенбейді ғой. Бомж емеспін деймін. Қой үстіңнен деген қойдың иісі сасып тұр сенің. Жақсы, апаршы қалаға, сосын көрерміз. Ал, келдік ал, бауырым. Лақтырып кететін болсаң ұрып кетем, мен сені қасыңда қарап тұрам. Мені алдап кете алмайсың сен, давай бар. Достар, немене бәле болып кетті. Мен деген үстасым қан, боқ, кәдімгідей бомжға ұқсап кеттім, шынымен бар ғой. Жігіттер, есік ашыңдар құрысына. Үйде біреу бар ма екен? Үйде жалпы супергеройлар болу керек еді. Жігіттер, есік ашыңдар. Кликтеп алған ғой мыналар деген. Жігіттер, антырон үміттер. Мынау қайсы есікте біреу тықылдатып тұр ғой, Білмеймін, дәм болсын, бір айдалада адасып жүрген біреулер шығар, ақша сұрап бірдеңе істейді жүрген. Жарайды, мен өзім глазоктан қарап келейін, қарсы болмасаңдар. Тек, мынау кім екен, кім болды екен, сен бауырым кім болдың, бауырым кім болдың? Мен ғой Франклин. Қумашы, Франклин деген әдемі киім киіп, үсті басын өзіне қарақ балған адам, сен сияқты бомж емес ол. Мен деймін Франклин, білмеймін мен қалай тап болғам, жердің түбіне тап болып, зорға дегенде келіп тұрмын. Таксидің ақшасын төлеп жүрші, железен человек. Басымды қатырмай, сен Франклин емессің. Мен деймін Франклин. Достар, даже железный человек сенбейтін болған ба маған? Мен айттым саған, сен Франклин емессің, құры бар біздің үйімізден. Таксистен мынандай адамдарға алданбасай, сен деген не ағып отырсың? Жақсы, жарайды. Қуады екен ғой, мынандай бомждарды деген қуып шығу керек, үйден бар ғой. Башы самайды, какой-то бір адасып жүр ғой біреу деген бомж, біреудің үйдің алдына келіп адасып жүр кәдімгідей. Ол шынымен де Франклин емес па? Жоқ, түрі вообще ұқсамайды. Түрі енді базар жоқ, Франклин сияқты түрі қара, бірақ та ол емес ол. Достар, но мені ұрып тастады ғой железный человек деген. Бауырым, сен сонымен мені өтірік алдап кеттің ба сені? Біліп едім сенбеу керек. Мәссаған, давай шығар әкел, телефоныңды шығар маған. Шығар демек оңбаған, тұрықпат. Саған. Қазір достар, мынау деген телефон бергісі келмей жатыр. Мені алдап кеткен ғой, мен қаланың түбінен келдім сен үшін. Саған. Қазір достар, талдырып тастайық, осындағы телефон тартып аламыз. Саған. Өзінен көрсін, мені алдап кеткен бомж мені алдап жүр ғой. Саған. Маза жоқ, мынау деген крепкий екен, походу. Негр болған соң, андай қара болған соң крепкий сияқты ғой. Саған. Немене бәле, есіне танбайсың ғой сен? Не жері тұрды ме базар жоғы? Кішкене массы жинау керек, арықта арық болып жүре бермейін, анығарындар. Спешік сияқтым бар ғой, жарайды. Так, қазір телефонын алып алайын. Қай жерінде мынау телефон? Так, артқы қалтасында жоқ екен. Ішкі қалтасында екен ғой. Айналайын, қалып алайық қазір. Пах, жақсы телефон екен. Huawei Redmi бірдеңе дейді, жақсы сатып жіберерім ауылға барып. Пока бомж. Жақсы ол, әйтеуір мен деген 1000 теңге алғаннан лучше телефон тартып алғаным өзіме де жақсы болды. Давайте ал. Мәссаған достар, мені екінші рет ұрып кетті. Тем более телефон тартып алып кетті. Мыналар деген жынды ма, достар, мыналар деген маған сенбейді. Железный человектер сенбейді маған. Мен деген бомж емеспін, мен деген Франклинмін ғой. Бауырым, тоқташы, мынаны қараңдар, мынау деген достар, менің көршім кетіп жатыр, даже көршім сенбей жатыр. Бомждар келген бе? Саған достар, не істеймін енді? Мынандай ол жүре берсе, мені ешкім танымайды ғой. Жарайды достар, ендеше мен бірінші шомылайыншы, шынақта деген су бар ма екен бір жерде? Шомылып өз-өзіме келмесем, достар, мыналар деген маған сенбей тұр ғой кәдімгідей. Мен деген достар өзімнің үйіме қарай кіре алмай қалдым. Не сұмдық мына? Достар, су бар екен. Деп, давайте от души шомылып алайық. Менің бірақ та үстімдегі қандар кетпейді сияқты. Мынау немене бәле қан деген? Мынау деген малдың қаны бар ғой, мынау қойдың қаны, сиырдың қаны, ешкінің қаны. Так, қазір достар, мен өз-өзімді жуып алайын. Так, пайдасы болса жақсы бола береді, жалпы бар ғой.
деп шығайық. Так, қалай чотам нормально болды ма достар? Бетімдегі қан әлі кетпеген ғой мынау деген. Саған неше сағат шомылу керек маған деген. Мен енді 100% киімімді шешіп тастауым керек. Давайте достар, киімді шешіп тастап сосын суға қарай шомылып көрейік. Жан-жақты қарап алайық, мені ұстап алмасын, неғып киім шешіп тастаған деп. Достар, так, енді деген суға дұрыстап шомылып көрейік. Қазір достар, мына қараңдар, даже деген трусимен тұрсам достар, үстімдегі қан деген кетер емес қой достар. Енді түрме келген сияқтымда, кішкене достар, мына қараңдар. Менің түрім енді өзіме қарай әдемі болып келген сияқтым достар. Жарайды, тағы да дұрыстап тұрып шомылайық енді. Хоп деп кіріп кетейік. Хоп, ана. Так, жақсылап тұрып шомылып алайық достар. Оп. Мына жақта балықтар жүр. Мына жақта точно шомылуға бола ма екен? Мәссаған, мына жақта балықтар жүр ғой. Мына қараңдар, балықтар жүрсе шомылуға болмайды ғой мына жақта деген. Жарайды достар, кішкене ұзағырақ шомылайық сосын бәлкім тазарады шығармын мен. Так, достар, қалай нормально тазаландым ба? Ох ты, нормально тазаландым. Жақсы болды достар. Бірақ та әлдері нағадар маңдайымдағы синяктар тұр. Манағы деген железный человекпен жаңағы менің соткымды телефон тартылған адам бар ғой. Соның ұрған жерлері синяк болып қалып қойған, маңдайымда бар ғой. Жарайды достар, енді қатты қорқынышты емес, ол деген главный заттар кетсе болды ғой. Так, достар, мен ар жақта деген киімдерім қалып қойды ғой. Достар, мен деген ар жақ жағалауда киімдерім қалып қойды. Киімдерім бар ма енді менің? Саған достар, мен деген киімдерім қайда қалып қойды? Мен киімді бірдеңеге тіреген жоқпын, ешқайда қойған да жоқпын, киімім жоғалтып алған сияқтымын ғой мен деген. Мына қараңдар достар, мына жақта киімім жоқ. Мен не істеймін енді, мына жақта ешқандай да киімдерім жоқ. Мәссаған достар, біреу менің киімімді ұрлап кетті, или мен киімім ұшып кетті бір жерге қарай. Мен енді киім қаяқтан аламын? Қалтамда ақшам жоқ, телефонда жоқ, Каспий Голд дымда жоқ. Оңбаған, не істемішсің? Мен қазір полиция шақырам, киініп жүрсейші. Шақырмаңыз, керек емес. Саған достар, налар деген қазір мені полицейскийлер ұстап алады сияқты, маған деген тезірек қайту керек еді. Железный человектермен бірге деген үйге қарай бар ғой. Налар деген қазір шынымен де мені полицияларға ұстап беруі мүмкін. Давайте достар, қазір бірнеше осы жерде ауылда не пәле мені көршілерім ешқайсысы мені танымай жатыр. Қазір достар, осы жерден мен кете тұрайық, үйіме қарай тез жетіп алайын. Енді осылай жүрсе мен танитын шығайын, железный человек. Че там радио не қыл деп жатыр екен, Массачусетс штатында трусимен жүрген бір адам жүр, оны көрсеңдер ұстап алыңдар. Братан, не қылайды? Біздің штат қой, мынау деген біздің тұратын жеріміз ғой, Біздің тұратын жерімізде бір трусимен жүгіріп жүр дей ма? Ішіп алған біреуміз беген. Ода шынымен сондай сияқты. Кеттік ұстап алайық. Осы жерлерде деймін да. Немене бәле, осы біздің деген тұратын аймақтарымызда осындай адамдар көбейіп кеткен, Нормис па, қараңдар. Оңбаған саған. Деген башы салмайды, шынымен де трусимен жүр ғой. Давай бауырым, тұр, өтірге ұқтамай. Шынымен де есен танық қалған ғой, бірнеше күн тамақ жемеген сияқты ғой. Немене бәле, үстінен сасып тұр мынау, Қойдың иісі араласқан, балықтың иісі араласқан, шіріген балықтың иісі араласқан, судың иісі араласқан. Қандай болмыш мынандай деген, мен деген таңғалып жатыр ме? Жарайды, машинге қарай салып алайық, одан кейін барып көреміз қалай болатынын. Мынау деген біз деген түрмеге апарсақ, полициядағы түрмеге апарсақ, мынау полициядағы түрменің иісін сасып жібереді ғой. Керек емес, мынаны сразу түрмеге апармаймыз. Жарайды, енді бірінші сояққа апарып тастайық, заң бойынша сояққа апару керек қой. Оңбайғанда сіз жуынып жүрмей ма мынау деген хотя бы, Жарайды, кеттік, салып тастайық. Жатам, кеттік па? Мынау сасып кетті ғой, төрт терезенің бәрін ашып тастақшы. Қараңдар достар, мынау сасып отыр. Қалай ұстап отырамыз біз деген? Жарайды, қазір ашып тастайын. Болды, родной, төрт терезені де ашып тастадым. Төрт терезені ашсаң да иісі кетпей жатыр. Құрсын, тезірек апарып таста бөлімшеге. Давай, кеттік ал. Тезірек бөлімшеге апарып тастайық достар. Сосын барып көре береміз бұл деген, бұл сасық болмыштың жағдайы қалай болатын. Жақында деген Initial D деген мультик көріп жүрдім, анимешный мультик. Сол жерде дрифтовать етіп үйренем ба деп едім, бар ғой. Кеттік, бірден сразу. Давай, түрмеге апарсақ резко тығып тастайық мынаны, кеттік ал. Бізде деген бір бомж бар, соны тығу керек түрмеге. Қойшы, салмай-ақ қойыңдаршы, қазір деген иісі сасып кетеді. Енді қайда қоямыз оны? Далаға лақтырып тастаңдаршы, далада гараж тұратын жер бар, сояқ қойып апарып тастасаңдар. Иісі кетпейінше, иіс кеткеннен кейін қайттан әкеліп қоясыңдар. Жарайды, достар, тіпті мынау деген адам отыратын жерге салғысы келмей тұр ғой. Жарайды, мына деген бізде деген гараждар бар, штрафстайкіде тұратын гараждар. Мынаны сояқ қарай қойып кетейік. Иіс шығып, отделениені, бөлімшені полностью иіс алып кетуі мүмкін де, келістік па? Давай, братан, звонияң көп, айтқаның болды ғой. Давай, мінекей осы ғой. Қазір міне осы жақ қарай лақтырып кетейік мынаны. Сонда барлығы нормально болады деп ойлаймын мен жалпы. Давай, шық сен оңбаған. Мынауында бір шығаруда бір проблема болады сияқты қазір. Шықтың ба қыры? Жарайды, осы жақ қарай багажда қалдырып кете берейік. Если біреу іздеп келіп жатса, көрерміз сол кезде не болатынын. Мәссаған достар, мен қаяқтан тап болдым?
мынау гараж ма немене бәле? Мәссаған достар, мыналар қуамай, ема давайте ешкім көрмей тұрған кезде ойбай деп қашып кетейік. Мына жақта ешкім көрмей тұрмын, ой деп. Аңғараңдар, қарау деген қашып баратыр, ұстап алыңдар. Мәссаған достар, давайте мына жақта полицейский Porsche ма, давайте осыны ұрлап кетейік. Ішінде адам отыр ғой. Өккеті бар сен. Достар, мен деген енді более-менее үстіме киім өзіме ұқсадым. Ема аңғараңдар, мен деген де полиция қуалайды, ё-майо. Мәссаған ағарымдар достар, вертолет. Достар, мынау не сымды? Аңғараңдар, мен деген полицейский Porsche ұрлап кетеді. Мынау соншама қымбат машин ба не? Аспаннан деген аңғараңдар вертолетпен атып бара жатыр маған. Мәссаған достар, тезірек үйіме қарай кетті мен енді деген достар, аңғараңдар, енді үстінде әйтеуір қойдың қаны боқтары жоқ. Енді танитын шығар, мен железный человек деген тезірек үйіме қарай барып алайын. Сосын железный человек өзінің связьдарымен шешіп кетеді деп ойлаймын. Енді железный человек деген полициямен связі болу керек қой ол деген. Так, ё-майо, ойбай, мынандай Поршені соғып алған ұят болды ғой. Так, кеттік. Мынаны қараңдар достар, полициялар деген толып тұр ғой мақта деген. Маған деген тезірек өзінің үйіме қарай бармасам, қазір деген мыналар мені железный человек көріп, менің Франклин екенімді растамаса, мыналар деген мені ұстап 10 жыл 20 жылға түрмеге лақтырып кетейін деп тұрған сияқты. Мынаны қараңдар, өткенде мен олардың машина алып қашып кеткенмен жынданып жүр ғой. Так, давайте достар. Үйім қаяқта еді? Үйім білмеймін достар, мен деген полицейский участоктен үйім. Мынаны қараңдар, уже армияның адамдары келіп жүр ғой мына деген ФБР андай специальный ФБР адамдар келіп жүр. Саған тездету керек достар, үйге қарай бару керек. Так достар, мен үйіме қарай жақындап қалдым бар ғой. Пока что полицейскийлер көрінбейді. Мына Porsche деген жаман қатты жүреді екен достар. Ё-май, хоппа. Мына қараңдар, полицейскийлер жүр. Ойбай, давай есікті ашыңдар. Е-май, анау кілттеніп тұр, есікті ашыңдар. Немене бәле, сыртта айқай болып жатыр. Франклин, не істеп жүрсің сен? Кім мынау ат атқаны? Тоқтаңдар, не істеп жатсыңдар сендер, атпаңдар оған. Кетіңіз, өтініш, бұл деген спецоперация, ол біздің көлігіміз ұрлап кетті. Жарай, спецоперация болсын, мен сендерге соны төлеп бере қойын. Сойма, жарайды. Ема железный человек қой, тоқтаңдар жігіттер, тоқтаңдар. Шынымен железный человек қой, сіз бұны танисыз? Танимын, бұл деген Франклин ғой бұл деген. Давай кетіңдер, айтпайса қазір мен барлықтарын ат тастаймын. Так, жігіттер, дайынсыздар ма? Мыналар мені тыңдағысы келмей ма? Железный человек, болды, кетеміз, болды, тиіспеңіз. Түсініңдер ма енді? Бәсе, мыналар деген баста жасамайды, менің айтқанымды тыңдағысы келмей тұр ғой. Оңбаған, менің айтқаным келесі тыңдайтын бол. Жарайды. Ема, Франклин, нормальсың ба сен? Ема, мен неге басында танымадым железный человек? Мен бірінші келген кезде? Кім бірінші келген кезде бір бомжба біреу келді ғой. Мен ғой сол деген, ема мені деген бір айдаладан тап болдым бар ғой, не істерін білмей қалдым. Сендер деген мені екі шудармен лақтырып, өмірім қиын болып кетті ғой. Жарайды, ішке қарай кір ендеше. Мәссаған достар, не болып кетті? Ема, қараңдар, бәрі отыр екен ғой мақта деген. Ешқайсысы көмектеспейді ғой. Достар, не деген приключение болды. Давайте тезірек душқа қарай түсіп кетпесем мен деген. Ой, достар, не деген проблема болды. Қазір достар, су құйып алайын. Осын душыма арқайын түсіп алайын. В общем, бүгін бізде осындай видео болды достар.